Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен рулеттер рецебімен бөлісемін. Бірінші рецебіміз қызылша селедка балығымен 250 грамм қызылшаны піскен теркадан өткізіп аламыз. Үш жұмыртқаны ағынан сарысын бөлеміз. Ақуыз бен сарыуызды қызылшаның үстіне қосамыз бірден. Бір чайный ложка тұз, бір ас қасық сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. грамм ұн қосып жақсылап араластырамыз тағы да. Ақуызға кішкене қант қосып, шекер қосып, жақсылап миксерлейміз. Мінекей осындай көлемде болған ақуызымызды миксерлейміз. Миксерленген ақуызымызды дайын қызылша үстіне қосамыз. 2-3 бөлікке қосып, көлемі басылып қалмайтындай етіп, асықпай, аккуратно осылайынан араластырамыз. Табағымызға пергамент төсеп, массаны құйып, бір келке етіп жағып шығамыз. 4 бұрышты көлемде 180 градуста 12-15 минут арасында пісіреміз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Бисквитіміз пісті. Бисквитіміз суығанша начинкамыз дайындаймыз. Бірінші укропымызды турап аламыз осылайынан. Укропты 300 грамм сливочный сырға қосып, жақсылап араластырамыз.
Мінекей бізде бисквит суыды. Осы суыған бисквитке начинкамызды жақсылап жағып, алдын ала тазаланған селедканы бөлшектерге бөліп қойып шығамыз. Мінекей осылайынан қойып шығамыз. Жақсылап рулетімізді ораймыз. Рулетімізді орап, пищевой пакетпен 2-3 сағатқа не түнге холодильникке қалдырамыз. Енді сәбізді рулетті дайындаймыз. 300 грамм сәбізімізді жақсылап қызған сковородкаға 3 ас қасық сары май құйып, ерітіп, осылайынан жақсылап туршт етеміз. 10 минут көлемінде. Кішкене тұз, кішкене бұрыш қоссаңыздар болады. От баяу болғаны дұрыс. Крышканы жауып туршт етеміз. Дайын болған массаны басқа ыдысқа салып суытамыз. Сәбізімізге алдын ала бөлінген жұмыртқаның 5 сарыуызын қосып, кішкене тұз қосып, жақсылап араластырамыз. 50 грамм ұн қосып тағы да араластырамыз. Ақуызға жарты чайный ложка тұз не шекер қосып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған ақуызды сәбізді массамызға 2-3 бөлікке қосып, асықпай араластырамыз. Массамыз басылып қалмау үшін. Осылай пергаментні бумаганың үстіне төсеп шығамыз. Бір келке етіп, пергаментнің бумагаларыңыз сапалы болған дұрыс. Менде паклан жабысып қалмау үшін. Осылай жайып шығып, 180 градуста 12-15 минут көлемінде пісіреміз. Мінекей бізде пісті бисквитіміз. Оны суытуға қоямыз осылайынан. Пока бисквитіміз суығанын күтеміз. Бисквитіміз суығасын, начинкасын жағып шығамыз. Начинка бізде сливочный сырмен укроп, туралған укропты жақсылап араластырып жағып шығамыз. Сосын нығыз етіп рулет орап шығамыз. Рулетімізді орап шығып, пищевой пакетті осылайынан орап, 1 сағатқа кемінде холодильникке, не түнге холодильникке қалдырамыз. Өте дәмді, жұмсақ, сәбізді рулет болып шығады. Жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Келесі кезек бізде шпинатты рулет. Шпинатты рулетіміз үшін свежий шпинат менде қайнаған суға жақсылап жуып алдым. 3 жұмыртқаның сарысын, кішкене тұз қосып, блендермен жақсылап еземіз. Мінекей осылайынан жақсылап еземіз.
50 грамм көлемінде ұн қосып жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаның ақуызына 1 чайный ложка қант қосып, жақсылап пена болғанша көпіртеміз миксермен. Ақуызымызды шпинатты массаға қосып, осылайынан жақсылап араластырамыз, 2-3 бөлікке бөліп, басылып қалмау үшін. Пергаментті бумагаға осылайынан бір келке етіп жағып шығамыз. Менде пергамент бумага баклан өте ыңғайлы, жабыспай піседі. 180 градуста 12-15 минут аралығында пісіп шығады бисквитіміз. Бисквитімізді суыға қоямыз, суытамыз. Суыған бисквитке сливочный сыр жағып шығамыз. Сливочный сырды бір тегіс етіп жағып, сливочный сырдың үстінен алдын ала тазаланған, туралған, майдаланған қызыл балықты қойып шығамыз. Мінекей осылай қызыл балықты қойып шығып, рулетімізді нығыз етіп орап шығамыз. Пищевой пакетпен орап, аккуратно бір түнге холодильникке қоямыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.